7-ден төмен, 6-да 5, 6-да 4 сондай болып келеді. Ол қышқылдық үрдіс бар жерде иммунитетте төмен болады, баланың өсуі кешеуілдейді, бала әлсіз болады. Жалпы мына зат алмасу үрдісі тежеуілдеп қалады. Бізде мына әрбір жасушамыз өзі зат алмасу ішінде дұрыс жүру үшін ол жаңағы нормада болу керек pH-ымыз. Ал қышқылдыққа ауысты ма, ол қышқылдық ортаны бізде шегімізде бактериялар, вирустар, паразиттер керісінше қышқылдық ортаны жақсы көреді. Сол ортада өмір сүргенді қалайды. Иә. Керісінше қышқылдық ортада олар көбейеді. Енді жаңағы тәтті сусындар, ол тәтті болғандықтан осы баланың ағзасын pH-ты қышқылдық ортаға қарай ауыстырып жібереді. Қышқылдық ортаны ағза енді компенсация дейміз ғой, өзінің нормасына келтіру үшін мына сүйектен кальцийлар шығады. Бізде кальций жаңағы сілтілендіретін микроэлемент. Оны қалыпқа келтіру үшін кальцийдің бәрі сүйектен шығады, ол қандағы жаңағы қышқылдықты қалпына келтіреді, бәрі жақсы болады, бірақ сүйекте кальцийдің бәрі шығып кетті ғой. Балада мысалы біз бұрын мысалы өзіміз оқып жүрген кезде остеопороз десе үлкен қатты кісілер көрсететін ата